32 сабақ график және кесте диаграммаға берілген есептер. Бірінші есеп: 5 тонна жүкті 35 км ұзақтықтағы жерге тасымалдау керек. 3 тасымалдау фирмасының біреуінің қызметін пайдалануға болады. Төмендегі кестеде тасымалдаудың және жүктің құны көрсетілген. Яғни мынау оң жақтағы суретте көрсетіліп тұрған барлығы. Бірінші сұрақ: ең арзан тасымалдауға неше теңге төленеді? Ең қымбат тасымалдауға неше теңге төленетінін табыңыз дейді. Бізде мына жерде тасымалдау құны 350 теңгеден басталады екен. А фирмасы үшін олай болса, А фирмасынан бастап жазайық. 10 км үшін 350 теңге болса, 35 км үшін дейтін болсақ, 3,5 көбейтілген 350 деп айтамыз. 3,5 көбейтілген 350 қосылған 5 көбейтілген 1200 тең, көбейтетін болсақ 1225 қосылған 6000. Нәтижесі 7225 шығады. Бұл фирмасына тастатын болсақ, 3,5-ті көбейтеміз 1000-ға, оған қосамыз 5 көбейтілген 750-ді, 3,5-ті 1000-ға көбейтетін болсаңыздар 3500 шығады. Қосылған 5-ті көбейтеміз 750-ге, 3750 шығады. 3750. Екеуін қосатын болсақ 7250-ге тең болады екен. Егер С фирмасына тастатын болсақ та 3,5-ті көбейтеміз, оның тасу құны 700 теңгеден екен. Ал 5 көбейтілген 950-ден екен, яғни 10 тоннасы 950-ден екен. 3,5-ті 700-ге көбейтетін болсақ 2450 шығады. Осыған қосамыз 4750-ді. Нәтижесі 7200 шығады. Бірінші сұрақта ең арзан тасымалдау құны десе, ол 7200 теңге, яғни ең арзаны. Ал ең қымбаты дейтін болса, ол 7250 теңге, яғни ең қымбаты. Екінші есеп: кестеде Жамбыл облысының 3 ауылындағы кейбір тағам өнімдерінің бағасы көрсетілген. Бұл ауылдардың әрқайсысынан төмендегідей өнімдер жинақтап сатып алынды. 2 литр айран және 4 кг қызанақ үшін ең аз төленетін ақшаны табыңыз дейді. Енді бұл жерде Байзақ, Жуалы, Сарысу туралы мағлұматтар бар екен. Яғни Байзақты Б деп айтатын болсақ, онда есептейтін боламыз. 2 көбейтілген 160 қосылған, яғни 4 кг алу керек, яғни 4 көбейтілген 500 теңгеге. Нәтижесін анықтайтын болсақ, 2320 теңге төленеді екен. Екінші, Байзақ туралы мағлұмат алынды. Енді Жуалы туралы мағлұмат алатын боламыз. Яғни Жуалыны Ж деп алатын болсақ, 2 көбейтілген 200 теңгеден ояқта литрі, қосылған 4 көбейтілген 550 теңге. 550 теңге. Нәтижесін анықтайтын болсақ, 2600 теңге төленеді екен. Және біреу Сарысу ауданы. Сарысу ауданы үшін де дәл осы сандар белгілі, бірақ та бағалар әртүрлі, яғни бұл жерде 220 теңге тұрады екен бір заттың құны, ал 4 көбейтілген 450 теңге. Нәтижесін көбейтіп қосатын болсақ, 2240 теңге шығады. Демек, осы аталған 3 ауданның ішіндегі ең арзаны Сарысу ауданында арзан екен. Екіншісі: 3 кг сәбіз, 2 кг шырын, 2 литр шырын және 4 ондық жұмыртқа үшін төленетін дәл осы аудандарға, яғни Байзақ, Жуалы, Сарысу аудандары үшін. Бұл жолы көрейік, басқа тағам өнімдерінің бағаларын салыстыратын боламыз. Яғни 3 кг сәбіз, ал сәбіздің килограммы 120-дан. Қосылған 2 литр шырын, 2 көбейтілген шырынның литрі 260 теңгеден екен. Қосылған 4 ондық жұмыртқа, яғни 300 теңгеден екен. Нәтижесін есептейтін болсақ, 2080 теңге шығады. 2080 теңге. Жуалы ауданы туралы алатын болсақ, онда 3 көбейтілген 100 қосылған 2 көбейтілген 240 қосылған 4 көбейтілген 270. Ал нәтижесі 1860 теңгеге тең. 1860 теңге. Сарысу ауданынан алатын болсақ, осы заттарды 3 көбейтілген 150 қосылған 2 көбейтілген
250 қосылған 4 көбейтілген 320. Нәтижесі 2330 теңге болады. 2230 теңге болады екен. Енді бұл сұрағында қай ауданнан алған тиімді деп айтылды. Демек, бұл заттарды алатын болсақ, Жуалы ауданында ең төменгі баға екен. Үшінші есеп. Графикте Алматы қаласының бір тәулік ішіндегі ауа температурасының өзгеру ағымы көрсетілген. Тәуліктің қай уақытында Алматы қаласының ауа температурасы 1 градусқа тең болды дейді. Яғни, плюс 1 градусқа тең болған уақыт, яғни 8-де деп тұр. Тәуліктің қай уақытында, яғни таңғы сағат 8-де 1 градусқа тең болған екен. Екінші сұрақ. 11 тәулік ішінде жалпы неше сағат ауа температурасы 0 градустан төмен болды? 0 градустан төмен болды. 0 градустан төмен болған уақыттардың барлығы міне 6 сағатына жерге дейін. Және мына жақта тағы да 2 сағат бар екен. Яғни 6 қосылған 2, 8 сағат. Тәуліктің 8 сағатында ол 0 градустан төмен болған екен. Соңғы сұрағы, ауа температурасының ең төмен болған уақытын анықтаңыз дейді. Ауа температурасының ең төмен болған уақыты 24:00, яғни түнгі сағат 12-де -5 градусқа суық болған екен.